Ассалаумағалейкум ағайын, құрметті көрермен, қалайсыздар? Бүгін міне Көксу базарына келдік, мал базар көріп қайтайық. Қайырлы күн достар, міне біз қазір Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Көксу ауданында, Көксу базарында тұрмыз. Көксу мал базары. Сенбі күні кешкісін басталады, жексенбі күні кешке дейін. Мал енді келіп жатыр жан-жақтан. Биылғы декабрь, январь, февраль. Март ма? Жақсы өсіпті. 35-тен. Қозылар 38. Сектор 55, 50, 60. Серкештер ғой мыналар. Сиыршы 270. Серкелер 33. $220'dan alınған бұқалар. Қазіргі базардағы баға. 170 тайынша, сиыр 240-қа. 270 құнажын. Базарда жанды қойды. Ірі ту сиырлар 300'ден сұрап тұр. 300. Бұзаулы сиыр 320. Жынды бұқалар бар екен мына жерде міне. Дүнен жүндер. Дүнен бұқа, құнан бұқа. Міне Алатауский. Швед Алатау бұқан. Дұрыс бұқалар мына. Тема бұқа екен, деріский. Сүтті етті бағыттағы бұқалар. Швед Алатау, Алатауский бұқа деген осы болады. Әдемі.
Семіз екен. Өрістен келгендер. Бір жарым жасар бұқалар міне 240-тан. Мыналар міне 270, 300-ден алынған, 350, 300. Міне достар, халық жиналып жатыр ақырындап. Барлығы көбіне қазір базарда жылқы аз, қой, көбіне сиыр. Сиыр малы, бұқалар, ту сиыр көбіне. Барлығы құрбан айтуға қарсы өткізсек па деп әкелген халық шөп алу керек дегендей. Қазіргі уақытта тумайған сиырлар барлығын сататын. Осылай достар, қысылып жатқан кезде халық, барша халық мал алыңыздар. Енді бұл бір айдан кейін одан сайын баға түседі. Осылай. Мына сиыр мысалға 360 сұрап тұр. Бұл 360-қа никак өтпейді. 300-ге өтеді шығар. 2,5, 1 жасар, 2,5 жасар. 300-ден болып жатыр бұл жерде. Ақбас 450. Ең арзан тайынша бұзау 130. Ар жағындағы 150. Бұзау ерте туған. 1,5 жасар. Үлкен, дәу. 1,5 жасар 20 бас бұқа. Оптымға 250 мыңнан сұрап тұр. Жекелей сатылмайды. 150. 250 мыңға 20 бас алсаң. 550 қолында бейлер. Мына жирентай 250-ге сатылды. Айғыр 570 мың қазақи. Құнан 350 емес 300. Натай әдем екен. Өнері бар ма? 500. Ат. 5-ті. Құлан шығарлар 280-ге. 3 құлан шығар 280. Тортай 320 семіз. Қандай мал семіз болса баға жақсы. Қалайсыздар достар? Осымен бітті. Мал базарды аралап көрдік. Бұл басы сенбі күні кешке басталады, жексенбі күні кешке аяқталады. Жалпы мал алам деген кісілер не басында алсын, не соңында алсын. Өз пікірім жалпы тиімді болады деген ой ғой. Қарапайым халыққа айтылатын ой. Ертең қызады, бұйырса дегенмен сиыр көп, мал көп. Баға құлайтын сияқты менің ойымша. Өйткені алушылар аздау болып жатыр. Жарайды достар, каналға жазылып, лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Тағы да көретін боламыз.